Достар, қазір мұны біздің жасалып жатқан камераға келдік. Қазір жағдай не болып жатқанын білетін боламыз. Достар, міне менің камерамның алдында тұрмын. Түрін қараңыздар қандай болып қалған. Бізге айтты қазір. Мынау алдындағы мынау усилителі, жаңағы полностью носкат дейді ғой. Носкатын полностью ауыстыру керек деді. Ішінде радиатор бар, әлі ауысатын. Артқы жағы бәр жері сау деді. Тек мына бұрышы ғана кішкене ұрылған, оны бірақ жақсы жөндемеген екен. Міне көлікті көрдіңіздер. Енді ала бұйыртса, бұл көлік ең жақсы деген состояниясына келетін болады. Менен алған адам мені боқтамайтын, мені ұрыспайтын, мені артымнан жаман сөз айтпайтын жағдайға әлі жеткізетін болам. Қазір міне Жібек жол базарына келдік. Осы жерде қазір жаңағы алдыңғы морда, носкат дейді ғой, соны кейін екі фарасын және қосымша есігін, артқы сол жақ есігін көретін боламыз. Достар, міне қазір Жібек жолы базарына келдік. Дәл қазір енді бізге қажетті жаңағы носкат лонжерон оны да таптық. Бүгін бұйыртса соларды алатын боламыз. Достар, міне қазір фараны да таптық. Привозной, оригинал. Бұйыртса осында алатын боламыз. Достар, қазір біз келдік, міне полностью қазір алдын қарап отырмыз. Қазір енді бағасына келісетін болса, керек жерлерін алып қоятын боламыз. Алматыда мүлдем бір жерді қарап қана ала салудың қажет жоқ. Алматыда өте көп таңдау бар. Соларды асықпай іздеп көрген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазір бір базардың өзінде біз орташа баға шамамен фараға 50 мың теңге болса, жаңа бізге қажет носкаттың бағасы шамамен 40 мың теңгеге шықты. Ал енді артқы есік 18 мың теңге болды. Енді ең арзаны шығар деп ойлаймын. Өйткені мен объявлениялардың барлығын қарап шыққанында ең аз дегені 25 мың теңгеге көргем. Бұл 18 мың теңге таныс арқылы шықты. Енді ары қарай қазір Ақжол базарын жаңағы қосымша Карситиға да мүмкін кіріп шығармыз. Каспий алтынға өткізесің, 100 теңге ғой, Бауыр, өткіз қойды мені. Қазір енді осы жерде жаңағы Жібек жолы базарының бағасымен салыстырып көрейік, қалай болады екен. Мына жерден кесілгені керекті, примерно осы жерден кесілген. Сондай табуға болады ма? Онда жоқ, шашкамен табасың. Шашкаға дейінгі табасың. Қанша болар? 30 мың теңге болады, несі күні? Қаңқас? Қаңқас әне. 30 мың теңге болады. 30 мың теңге. Сенде бар ма ол? Бар. Көріп жүрейікші бір рет. Қазір орайда бір вариант тапқан сияқтымыз. Ана жігіттің артынан кетіп бара жатырмыз. Достар, міне бізге қажетті алдыңғы жағындағы носкат дейді ғой. Соны алдық. Міне тұр. Өте жағдай жақсы, ешқандай ұрмаған, привозной, жаңағы шетелден келген көліктің алдыңғы бөлшегі. Достар, бізге негізінде мына жерінен керек болған. Мына жерінен бастап керек болған бізге, достар. Енді толық күйін ала береміз. Бағасы тиімді шығып тұр. 32 мың теңгеге түсті осы жері. Бұнда енді аз кездеседі. Мына жігіттің өзі. Есім кім болады? Мақсат болады. Мақсат болады. Ақжол базарына кірсеңіздер,
Нешінші рет? Сол жағында бірінші контейнер. Бірінші контейнер. Осы жігітке келіп сауда қылыңыздар достар. Мына мынандай фараларды көріп отырмыз қазір. 35 камеридік екен. Есе екеуі 100 мың болады. Маған бұл 100 мың қымбатырақ дейді. 30 өзінікі жоқ, е? 30 жоқ. Мыналар басқаша болады екен кәдімгідей, е? Төртеу болады па? 2, 3, 4 болады. Жоқ, дұрыс қой түсін, бірақ іші де басқаша болады Есе екен. комплектасы. Қырық жүз іші. Дерске екен. Есе комплектасы болады. Енді бұл қымбаттау енді біздің бюджетке ше. Ал есіктерің бар ма? 30 камера, артқы сол жақ есігің? Қаншадан бағасы? 20 теңге, мынау артқы сол жағы есігі. Артқы сол жақ есігі? Бәр жер нормально ғой, е? Ұрылмаған, соғылмаған, құр сырылған ғой. Олар жер қанша маған? 20 ма? 18-ге бір есік шығып тұр просто. Кешке Райымбектен. Төмен болмайды, е? Достар, қазір бәрін көрдік. Бізге қажетті заттардың бәрін бағасын да білдік. Енді мен өзім жаңа айтып өткенімдей, Алматыда әрдайым таңдау болады. Асықпай іздеген дұрыс болады. Салыстырып. Міне достар, біздің жаңағы запчастымыз. Міне менің досым келді. Қазір алып тастап көмектесетін болады. Аты қуандық. Достар, қазір күтпеген жағдай болып тұр. Менің бір подписчигім қоңырау шалып, маған бір фараны алып келіп жатқанын айтты. Енді қазір соны алып кетуге барамыз. Достар, міне Алтын Орда жаққа келдік. Міне мен подписчигім Асекең. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Міне өзі хабарласып, өзіне бір фара бар екенін айтып, қазір тастап кетейін деп жатыр. Асеке, мынау фара ғой, Иә. болды. Ремонтқа аласың. Иә. Білмейтін да бұрын. Мейлі? Қараған, SN-нің farасы. SN фарасы ма? Сыртында пленкасы бар. Аха. Бұны алып тастасаң бәрі асты тап-таза. Алып тастау керек, Бәрі бар. Міне бізге сыйлыққа бір фара келді. Есімі Асқар, менің подписчигім. Мінекей постоянно көреді екен. Асеке, рахмет сізге үлкен. Иә, жақсы. Аха. Машина тезірек жөнде. Иә, бұйыртса. Мен жаңа уже бір запчасть алдым. Алдындағы Land Rover'ын. Енді құдай қаласа жақында бітіп қалады, көресіздер ғой. Алла бұйыртса көреміз. Иә, жақсы Асеке. Бопты. Іске сәт. Жақсы, рахмет. Давайте. Міне достар, бір фара келді. Менің подписчиктерім бұлай қуантады деп ойламап. Өте күшті сезімде тұрмын. Рахмет, Асқар, үлкен саған. Нормально ма? Алдыңғы Land Rover'ның ғой полностью. Оны усилителмен бірге. Иә, менікін, короче, оны алды жақтары ұрылған ба, варит етілген ғой, дұрыс емес ғой. Сол жерін алады ғой. Вот это вещь? Нет, надо было вот, который есть же. Алды жағы ма? Алды жағы керек. Енді мынау полностью берем деді осылай. Болды, ана серединасы жоқ қой. Қандай серединасы? Болды, поперечный. А мой жарайды ма? Жарайды, сен шаламыз. Болды, нормально. Иә. Онда түсіріп аламыз ба? Түсіріп аламыз. Қай жерге? Мына жерге салайық міне. Достар, мына алып келдік, өткіздік заправкаларға. Мына жерге алып келіп қойдық. Енді Алла қаласа, енді осының жұмысына да кірісе бастайды. Енді кешке Алла қаласа есігімен
фараларын іздейтін боламыз. Есігі табылды, ал енді фаралар керек болып тұр. Достар, қазір біздің артқы есікті алып келуге келе жатырмыз. Қазір біз Данияр ағамызға келдік. Қазір өзіндегі есіктерді көрсететін болады. Қазір бағалап жібереміз. Артқы сол есік мынау ғой, иә? Қай жерге білейін түсіпті да просто. Қай жерге? Ух, блин. Ол алынады ғой. Ана жерге не тиген ау? Оған бәрі правый екен. Именно осы левый. Біреу ақ дейсің. Ана жерге не тиген деймін де? Бұл жерге шпаклевка жағады ғой, иә? Осы звонайды, иә? Мынаны ішінен ұрады ма сонда? Қай жерден ұрады өзі? Ішінен не? Мына сәл шығарып. Оған жерін бәрі именно оған жүрген. Достар, мына кішкене дефекті бар екен. Мына жерінде ішіне кірген. Енді өз жерін жөндеп жібереді енді. Жалпы достар, есік басқа жерлердің бәрі дұрыс, бәрі жер нормально, привозной. Тек мына жер ғана кішкене сырылтты. Ол енді қатты жұмыс емес деп ойлаймын. Данияр ағам бұны маған қазір 10 мың теңгеге берем деп тұр. 10 мың теңгеге мен сіздерге айтайын, есік таба алмайсыздар. Достар, есікті де алдық. Қасмашына қойсын. Достар, жалпы Данияр аға өзі жібек жолында істейді. Жібек жолында бұдан бөлек өте көптеген нелері, қосалқы бөлшектері бар. Барсаңыздар келістіріп береді. Аға, адресіңізді айтып жіберіңіз. Қай жерде отырасыз? Сізде жібек жолында қандай ряд? Жібек жолында 15-ші ряд, 85-86 контейнер. Иә, міндетті түрде мен осы видеоның астына Данияр ағаның нөмірінде салып қоям. Керек нәрселеріңізді звондап сұрай берсеңіздер болады. Данияр аға, үлкен рахмет сізге. Жақсы. Құдай қаласа саудаңыз болсын, оразада ниетіңіз қабыл болсын. Жақсы аға, рахмет. Достар, өздеріңіз көрдіңіздер, енді есікті де алып болдық. Енді бұйыртса бізге бір жақ фарасы керек, сол фарасын іздейтін боламыз. Немесе жаңағы өзінде тұрған фараларды ретке келтіріп, жөндеп талатын боламыз орнына. Достар, сағат таңғы 8:30. Міне біз Костоправкаға есікті алып келуге келдік. Және де өзіміздің фаралар бар. Соны қазір тастап кететін боламыз. Ары қарай өзінің жұмысын бастайды. Рамазан, мұнда анда алып кет. Екі фарасын ала сал, өзінің родной екі фарасын. Соларды алып көреміз. Оны біздің машина тұр. Тезірек бітсе ғой. Достар, қазір мына келдік. Қазір мына жерде бір кішігірім көліктің жұмысы қалды. Одан кейін мен камерем кіріп, толық іске кірісетін болады. Әзірше міне қазір толық заттарын әкеп бердік. Біздің есік жатыр. Мына артында қазір жаңа таңертең келгенде айтқанымдай. Оның бәрін кіргізіп қойыпты. Мынау менің бамперім. Достар, сіздер дұрыс түсіну үшін мен айта кетейін тағы бір рет. Мына жерден бастап алынатын болады. Маған Костоправтың айтқаны бойынша носқат, беті алды ғана керек болатын. Достар, бізге Камриға жаңағы қосалқы бөлшектерін алуда енді өте сәтті сатушылар түсті. Ол сатушылардың заттары да өте сәтті бағада түсті деуге болады.
Енді қараңыздар, мына лонжерон дегеннің өзі оның алдындағы усилительмен бірге негізі 55-60 мың теңгеге дейін барады. Ал бізге бұл 32 мың теңгеге келді. Ал жаңағы көрсеткен есігім, мысалы, ал мына жерінде кішкентай дефекті бар. Соны бізге кеше Данияр аға 10 мың теңгеге берді. Енді мен сөзіммен келіспейтін болсаңыздар, базарда барып аралап көрсеңіздер болады. Мен ешқандай бағасынан енді алдап жатқан жоқпын. Өзім көрген, маған айтқан баға осындай болды кеше базарда. Ал енді достар, осы видеода көрсеткім келгені осы. Баршаңызға сәттілік. Міндетті түрде осы видеоға лайк қойып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.